деген тақырыпта, яғни отбасында ұл баланы қалай тәрбиелейміз, сол жөнінде айтамыз біз сіздерге. Отбасы бұл ең нағыз маңызды нәрсе. Отбасында ұйқымызды, яғни отбасының жалғасы, ұрпағымыздың жалғасы, шаңырақтың иесі деп тәрбиелеген. Мінекей осы ұлттық құндылықты тәрбиелейтін, ұлттық құндылықтарды сіздерге әкесі медет мырза. Саламатсыздар ма, құрметті қонақтар, ұстаздар, ата-аналар. Енді отбасындағы жалпы бала тәрбиесі, соның ішінде әкенің ер балаға деген тәрбиесі жөнінде айтар болсақ, енді жалпы әке деген ұғымның өзі бір үлкен салмақты тұлға ғой, салмақты ұғым. Санасына, соның ішінде ер баланың санасына әкенің қандай тұлға екенін анамыз санамызға құйып өсірді. Бұл жерде ананың рөлі ерекше болды. Себебі әкең жұмыстан келеді, әкеңнен сұраң, болмаса қарапайым әкеңнен ақылдас деген сияқты тәрбиенің өзін біздің санамызға құйып өсірді, қалыптастырды. Енді қазіргі уақытта кішкене бір өзгешелік бар деп ойлаймын. Жалпы менің ойымша жалпы ер баланың өн айтар дейді. Болмаса жеті атасын білген ер жеті жұрттың қамын жер дейді. Бұл әрине ер балаға деген үлкен бір құрмет, намыс деп есептеймін. Жалпы енді жеті атаның ана, елді бай, оразай бар ортасында, содан кейін бар үлкен ата жәу, сосын өз атамыз сосын жүргенде жанына бір серік еткен қару есебінде де пайдаланған. Аң құстардан, болмаса бір жан жануарлардан қорғану үшін бұның көп көмегі тиген. Сол себептен де мына қамшыны өте біздер киелі деп санаймыз. Ер азаматтың қолында атқа мінгенде, болмаса былай жүргенде де, қолында жүргенде бұл өте керемет көрнекті. Мұны енді теріден, болмаса қайыстан жасайды. 8 өрім, 9 өрім, 12 өрім дейді. Енді бұны әрбір малшы, атқа мінетін адам баласы, ер азамат өзіне байланысты ұзын қылама, жуан қылама, қандай мақсатта өз қолға ұстағысы келеді, шашақты қылама, оны өзінің ыңғайына қарай қозғалмас үшін тартпасы айылдаймыз, бекіп тұратын, және де атқа мінер уақытта мынау күмістен, болмаса жезден, темірден жасалатын үзеңгісі аяққа салып мінеді. Енді қысқаша ерімен тоқымен таныстырып жатқаным осы. Енді мына ерді атқа қондырып, қазіргі неге қызыққаннан гөрі атқа мінсе кішкене баланың денсаулығына да жақсы деп ойлаймын. Қасына бір мықты, күшті жігіт болып өсіру. Енді менің қысқаша айтарым осы. Жалпы ойламаған өнерден не боларын ойламаған шарықтап кетсем далыз қанат қағып өзің қамқор әке қайда маған бұл күнде мен де сенің арнасамын жолдасамын